Бірінші дүниежүзілік соғыстың соңына қарай әлемді біртүрлі сырқат түрі жайлады. Оны ұйқы ауруы, басқаша айтқанда летаргиялық энцефалит деп атап кетті. Бүкіл дүние жүзіндегі миллиондаған адамдардың симптомдарын көрген дәрігерлердің бұл жұмбақ аурудың не екенін анықтай алмай бастары қатты. Кей адамдар қайтыс болып жатты, кейбіреулер қақпанға түскендей өз денесіне қамалған тірі мүсінге айналды. Соңғы 100 жылда небір ғұлама ғалымдар осы феноменді түсіндіріп беріп, емдеу әдісін жасап шығаруға тырысты. Бірақ қазірге дейін ұйқы вирусы тарихтағы ең ірі жұмбақтардың бірі болып қалып отыр. Бұл кесел 50 миллион адамды жалмаған испан тұмауымен бір уақытта жер жаһанға тез арада тарап кетті. Бұл жағдай нәтижесінде адам шығыны 50 есе көп болған ауруға көп көңіл бөлінбеу себебін түсіндіріп бере алады. Бұл ауруға шалдығу жағдайларының көп бөлігі жайлы бізге Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған кезеңнен бастап белгілі болғанмен, эпидемия әлде қайда ертерек 1915-1916 жылдары басталған деген пікірлер айтылды. Аурудың алғашқы құрбандары жауынгерлер болды. Әуел баста дәрігерлер олардың әдеттен тыс симптомдарының себебі соғыс кезеңінде көп қолданылған қыша газы деп тұжырымдады. Алайда кейінірек бұл ауруды бейбіт азаматтар да жұқтыра бастады да, дәрігерлер гаптың газда емес екенін мойындауға мәжбүр болды. Бұл кеселді ең алғаш рет австриялық психиатр және невролог Константин фон Экономал 1917 жылы сипаттап берді. Ол ауру түрін летаргиялық энцефалит деп атады. Біз ауру барысы өте ұзақ болатын ұйқы ауруын тіркеп отырмыз. Алғашқы симптомдары әдетте бас ауруынан және өзін нашар сезінушіліктен басталып, жылдан белгілі болады. Сосын кейде науқастың сандырағымен бірге жүретін ұйқышылдылық күйіне түседі, бірақ пациент есін жинап алады. Ол мәнді жағдайға үйлесімді жауаптар береді. Бұл ұйқышылдық күйі 1-2 күнде немесе бірнеше апта өткенде өліммен аяқталуы мүмкін. Басқа тұрғыдан алсақ, ол ауру бірнеше апта, тіпті бірнеше ай бойы өзгеріссіз тұра береді. Науқастардың жай күйі әдеттегі ұйқышылдықтың мелшигендікке және комаға дейін түрленіп тұрады. Қорқыныштылығы сол, аурудың бірыңғай симптомдары жоқ. Ол көп басты гидра секілді әртүрлі болып байқалады. Науқастардың 3-тен 1-і оларды оятып алу мүмкін емес, кома күйіне түсіп, немесе оларды ешқандай дәрі-дәрмекпен ұйқыға кетіру мүмкін болмайтын үдемелі ұйқысыздық күйіне түсіп, ұйқы ауруының әбден асқынған сатысында қайтыс болып жатты. Абсолютті түрдегі ұйықтауға қабілетсіздік. Аурудың басқа симптомдары болмаған күннің өзінде де 10-14 күн ішінде науқастың көз жұмуымен аяқталатын. Бұндай науқастардың жағдайының ауырлығы олардың церебралды ұйқы механизмдері бұзылған болып шықты. Алғаш рет адамға физиологиялық тұрғыдағы ұйқыны қажет ететін айқын көрсетіп берді. Кей кездері ұйқысыздық науқастарды буырқандырып, тәни және рухани құтыртқан жағдайға жеткізетін толассыз түрдегі желігумен бірге жүретін. Бұл науқастар 1 апта, 10 күн аралығында күш қуатының сарқылуынан болатын өліміне дейін үздіксіз желігу мен қозғалыс күйінде болады. Фон Эконома өзінің зерттеулерін жариялағаннан соң, бірнеше жыл өткенде жан түршіктірерлік індет бір үйден соң екінші үйге барып, біреулердің өмірін үзіп, тағы біреулерді қимылдай алмайтын етіп жатты. 10 жыл бойы кәрін төккен пандемия қалай кенеттен және түсініксіз жағдайда пайда болса, дәл солай жоқ болып кеткенге дейін 5 миллионға жуық адамның өмірін қиды, немесе жарым-жан қылды. Летаргиялық энцефалит эпидемиясы 1927 жылы күрт тыйылды деп жазды Оливер Сакс өзінің «Оянғандар» атты кітабында. Ауруды жұқтырғандардың 3-тен 1-іне жуығы қайтыс болды, ал 20% жуығы өмірінің ақырына дейін кәсіби күтімге мұқтаж болып қалды. Пациенттердің 3-тен 1-нен сәл аз бөлігі ауруынан құлан-таза айығып кетті. Ауру барлық жастағы адамдарды баудай түсіретін, алайда ең көп жұқтырғандар 15 жас пен 35 жас аралығындылар болып шықты. Аурудың алғашқы белгілері кәдуілігі суық тию белгілерінен айнымайтын.
жоғары температура, бастың ауруы, шаршаңқылық сезімі және тұмау. Бас кезінде бұл аурудың әлдеқайда қауіпті екені ешкімнің ойына кіріп шыққан жоқ. Қайтыс болғандарды кесіп тексерген кезде фон Эконома олардың өліміне үңірейіп кеткен гипоталамус себеп болғанын анықтады. Бұл мидың адамның көптеген функцияларына, оның ішінде ұйықтауға жауапты кішігірім бөлігі. Инфекция салдарынан гипоталамустың қабынып кетуі адам өліп қалатындай қылып мидың осы саласын зақымдайды. Бірақ эпидемиялық энцефалитті қоздырушының не екені анықталған жоқ. Бұл вирус болуы керек деп есептеледі. Дегенмен, эпидемия ешқашан қайта пайда болмаса да, бұл ауру кез келген уақытта шығып келуі мүмкін. Вирусолог Джон Оксфорд істің әлі ақырына шықпағанына сенімді. Аурудың себебі не болса да, ол қайта келуі мүмкін екеніне сенімдімін. Аурудың қайнар көзі не болғанын анықтап білмейінше, біз егер эпидемия қайталанатын болса, оны бетін қайтара алмаймыз. Достар, егер сіздерге біздің ақпарат қызықты болса, лайк басып каналға тіркелеміз.